Мен өзі камераға сөйлей қоймайтын адаммын. Обзор ондайды мүлдем түсірмеймін, бірақ бүгін мындай өзіміздің отандық өнім ысталған қазы, ысталған жейі, сосын мынандай ысталған шұжық кездестіріп қалдым дүкеннен. Соны алып қазір көремін ба деп тұрмын жеп. Және мынандай үйректің кеуде еті, төс еті. Және осында көретін боламыз. Бағаларын айтып өтейінші. Мындай қазы 10 түліктен тұрады. 2380. Қалыңдығы мынандай. Қымбат барзан бұл өздеріңіз көріңіздер, 2380. Жая мындай 830 теңге. Жая майлы еті бар. Және үйрегіміз 765 теңге. Осындай баға тұра ма, тұрмай ма, өздеріңіз біліңіздер. Айтпақшы, шұжығымыз мынандай шұжық, білмеймін неше грамм болады, 100 грамм бола ма, болмай ма, 2600 теңге болды. Мынаның өзі 2600 теңге болды. Бісміллә деп жаядан бастап көрейік. Майы бар, еті бар. Бісміллә. Дәмі өте керемет екен. Ол бізде 830 теңге екен. Безгенде қазы. Шіркін. Аңғараңыздар. Қазына жемей. Тонкий лаваш бар ғой. Алдын ала дайындап қойдым. Сонымен бірге көрейік. Майлы өйткені. Мен ұсындық. Тәптіке масқара күшті. Ол бір жақшы шетелге жүрген демалуға кетіп бара кезде уже дайын вакуумдалған. Алып кетуге оңай. Бәрінен қызық. Шұжықты көргім келген. Осыны көрейік. Қараңыздар. Тураған кезде де күшті. Бісміллә. Керемет екен. Майы бар, еті бар. Тура. Нағыз. Үйлесімді. Үйректің төс еті. Ашқан кезде иісі. Иісі деген. Қараңыздар. Түсінің өзін қараңызшы. Бісміллә. Жұмсақ. Майлылығы көп екен. Тәтті бірақ. Қазы, шұжық және жаяға жетпейді екен. Алатын дәмі ерекше. Отандық өнімдер керемет. Ондай идея келді жасаватқанда. Шамалы үйректің етін екі тілік алайық. Былай салып қиғашына салайық, әдемі білем. Көріне ма?
Аз көк, укроп. Сосын көк жуадан салайық. Сосын әдемі етіп былай кесіп салсақ әдемі букет